Мынаның ішін тамаша қойыпсыңдар, шырағым. Осы жақында ремонт жасадық қой осының ішіне. Бәрі оңай қазір заманда. Міне біздің той ұйымдастыру орталығы осы жерде неше түрлі жақсылықтарды, тойларды ұйымдастырамыз. Біздің той ұйымдастыру орталығының аты Береке, менің атым Мереке, күйеуімнің аты Ереке. Сіздің атыңыз кім? Қалеке. Қалеке. Мен де ұқсатып айтасылайды. Бәрекелді. Сіз қандай той жасайын деп жатырсыз? Мен мынау ағайынды жинап... Білдім, айтпаңыз. Айтпаңыз. Мен бәрін білем ғой, сезем ғой. Осы салада жүргеніме 20 жыл болды. Үйлену. Ай, шырағым жоқ, ай. Осы жасқа келіп. Жаным, жүрегіңіздің жартысын жылп беріп, қызыңызды ұзатайын деп жатырсыз ба? Қазір бар ғой, қыз берген оңай емес. Артынан бәленбай зат апарасың. Ол ұнай. Жоқ, ай, шырағым, мен мынау ағайынды жинап, ел жинап. Шілдехана бесік той беу шіркінай. Ой, не қылдым сен, тоқта. Мен мынау... Тілашар, дұрыс. Тілашар деген той шықты қазір. Істеу керек. Дұрыс, жасау керек соны. Шырағым, сен тапқанша тұра береміз бе, болмаса өзім айтайын ба, шырағым? Айтыңыз. Мынау ағайынды жинап, елді жинап, өзім... Құдай, қандай той өткізейін деп атқан, ұмыттырып жібердің адамды. Енді қобалжымаңыз енді, есіңіз... 6 жас той жасап, елге бір есеп бергендей болып. Сіз 60-қа? Жап-жас, да? Сылқып тұр. 60 деген талтыс қой. Әбеттеміз ғой, әбетке келдік қой, әбет шуға келдік қой. Мені тамаша, мені нақты біздің орталықта 60 жасты дүркіретіп өткізетін асаба тамадаларымыз өте көп. Міне, осын бидосын көріп, не алып, сендерден алай істеп келіп отырмын. Несі? Бидосын. Бидо? Бидо. Видеосы ма? Енді қараңыз, Қалеке, біздің де бір ерекшелігіміз, біз басқалар сияқты мына телефонға, ноутбукқа шықшиып отырмаймыз. Біз осы жерге живой тірілей алып келем мен. Ұстап көрсеңіз болады, тістеп көрсеңіз болады. Тістеп көрмей-ақ қойын, бұла көрсем болды ғой, тістегенде не аламын? Болды, олай болса мен көп созбайын, ортаға біздің алғашқы асабаны шақырайын. Ол өзі ерекше асаба. Ерекшелігі ол ақын. Міне ақын деген. Міне, суырып салма ақын. Келген қонақтарыңыздың прическасына, көйлегіне қарап, өлең шығара береді. Олай болса мен көп созбайын, ортаға біздің алғашқы асабаны шақырайын, қабыл алыңыздар. Ақын асаба Болат Қосны! Ақын болғанда. Ақын. Бәрекелді. Бісмиллахиррахманиррахим. Той Аллахы салған ақырысы сән берсеңін күләштің дей отыра тойымызды ашық деп жариялаймыз. Шырағым, мұнан бір сөзін түсінбедік қой мұнан. Күләшті ғана түсіндім. Бәрекелді. Той Аллахы салған ақырысы сән берсеңін күләштің дей отыра тойымызды тағы да екінші рет ашып жатырмыз, ардақты ағайын. Бәрекелді. Ай, мұнаны бір лағабетке бересіңдер о, барып апарып. Шырағым, мен асаба дегенге бір сұңғақ бойлы, бір денелі біреуді күтімем. Мұна түштен кеттінен балдардың арасынан. Таппай қаласың оны балдардың арасынан. Мұна не білемді оны? Денелі біреу жоқ па? Жоқ, қызықпа, сіз өйтіп толғалық намысына тимеңіз оның. Иә? Жоқ, тойыңыз қашан? Келесі апта деп тұрмын ғой мен. Өсеміз ғоға дейін. Уақыт бар ғой. Немені біле, ерте шықсыңдар мен сағат сайын өсетіні білем. Бір ел сәбіз жеймін, сосын өсем мен. Шырағым, сен сәбізді қаппен жесең де өсмейсің болды, осыдан артқым. Ақым ғой, суыр салам ғой. Шырағым, сен суыр басында соны саламай атсың ау, шырағым. Кейде таппай қалам, салатын жер қаяқтан тап қалам кейде. Болмайды мұна, шырағым, болмайды мұна. Анекдот айтпен. Әзіл айтшы, әзіл. Анекдот айтпен. Бір күні бар ғой, бір төрт құлағай сөйлеп атсың. Дейтін әзілдеріміз бар. Бар. Шырағым, мұнауың әзіл айтты ма қазір? Ойбай, күлдік қой, шиегіміз түйеліп, не болды? Иә, тойда бәрі күл көріп қалады. Көке, ойын күлетін жерін таппай тұрмыз ғой, мына анекдотыңның күлет. Тойыңыз от болады, от болмаса... Не болады? Алып тұрмай айтуға просто.
Мен бір ерекшелігім бар ғой. Мен жүргізген тойдың дискісін тойдың иелері сұрамайды. Сұрамайды. Конечно сұрамайды, айналып масқараны шығарайды тұрсың сен тойдың. Мынаны шырағым керек жоқ. Мынау осы керек жоқ мынау. Мынау түштен болмайды, болмайды. Денелі кет ойда. Болмай ма? Давлением көтермей кет. Той қаласын салған ырғасын ән берсен. Ой, айтпашы, күләшті болды, күләшті айтпа. Мейлі, мен той... Болмайды ғой шырағым. Немене белей деп әкеп тұрсыңдар мына адамның нервісін көтеріп. Болмайды ғой бұл. Мен адамның бір есеп беріп той жасайын ба деп алшы. Bir ерекше бір нәрсе бар ма? Бар. Шырағым, шай айта берші шырағым. Біздің даусымызна клиентті жіберім алмас үшін осылай қатты шығып үйреніп қалғанда? Енді көрсете саша. Бидосын көрсете саша. Жоқ, болмайды бидосын көрсетуге. Мен осы жерге алып келем, шақырам. Қараңызшы Қалеке, біздің орталықта егіз асабалар бар, егіз. Егіз тойға келген қонақтарыңыз шоке болады. О, жаңа бір бәлек деген жақсы нәрсе ме ол? Жақсы нәрсе, таң қалады. Қараңыз, егіз асабаның біреуісі тойхананың мына шетінде, біреуісі мына шетінде. Келген қонақтарыңыз соңына дейін тырп етпей отырады. Осыдан бастанбайсың. Олай болса мен көп созбайын, ортаға біздің егіз асабаларды шақырайын, қабыл алыңыздар. Асан мен сен. Егіз болғанда. Шырағым не қылды, сүндет төлген біреуді ап шықтыңдар ма, не қылдыр екен? Мынау. Егіз демен ғой жаңа, егіздерін қақта. Егіз ғой, соқырсыз ба, айнымай тұр ғой бір-бірінен? Мынау егіз? Үкілі егіздер? Иә, үкілі абырай деген сияқты ғой. Шырағым мен зрением нашарлайын деген ма, мына егіз емес қой, мына егеуі. Егіз біз. Қай жері егіз мұның? Барлық жеріміз егіз, барлық жеріміз. Бәрекелді, ассалаумағалейкум ардақ ағайын. Той десе топсаны қыз келіншек дегенде біз көңілшек. Өмірдің еш қызығы болмас еді. Аға, атыңыз кім? Қалеке. Қалекең, сүндеттеліп жүрмесе де бір қалса. Қалекең бақытты болсын дегендер оң қол көтерейікші. Оң қолымызды көтерейік. Бақытсыз болсын дегендер сол қолын, той өз-өзін жаппай қалсын дегендер бір шапала Ой, сіздерде де еш жоқ оқын ғой. Өз-өзін жаппай банкрот болсын десе, деп шапала құрып отыр. Бер қара. Сен сүндет тойың не сүндет тойды айтып тұрсың сен? Жоқ, не той негізі? 60 жасқа келіп отырмын мен, 60 жасқа келіп. Өлі, 60 жасқа сүндет тойыңызды қосып атсыз ба не сонда? Ой, ба. Мұнам тентек болып қалым. Сүндет тойды қақтан той болдың сен, сүндет той деген шырағым. Сүндет той жоқ па? Жоқ қой сүндет той. Жоқ, мен өлеңден бәрі сүндет тойға арналған еді, 60 жасқа ертең. Сіздің тойыңызға дейін жаттап аламын? Жаттап алады. Жындысыңдар ма, мен тойым сендерге репетиция ма дейм, не біледі? Бұра шырағым болмайды, мынау айналай. Мақұл ғой, сен келгелі бір аузың жабылмай сайрап тұрсың. Мұна кісі не істеп тұр, мұна келгелге? Бұл кісінің міндеті өте ауыр, тірлігі өте ауыр. Менің әрбір сөзімді келген меймандардағы құлағы естімейтін меймандарға түсіндіріп тұрады бейді. Іс-әрекетпен көрсетіп тұрады да. Біздің тойға бір құлағы естімейді, керіңдер келеді деді ма саған біреу? Енді аппаратура нашар болуы мүмкін. Жоғарыдағы апаларым, аталарым, көкелерім естімей қалса, іс-әрекетпен көрсетіп тұрады, ортаға бей дегенде бүйтеді. Міне, сөйтеді. Сосын бұның тағы жақсы қасиеті бар айтпақшы. Тойға келген меймандарыңызды адам танымаса қылып ішкізеді. Дубль қылады. Арақ жақсы көтереді бірақ ше. Мен шырағым енді қайдасы халал қып істейін бар деп отырмын. Міне, халал тойда ішкісіге бөліп отыратындар бар ғой. Ішпейміз ба не, халал той ма не, билемейміз ба не, сонда деп отыратын бар ғой. Сондайды мына өзі тауып алады. Сөйтеді тағы үйінде 5 литр шайнегі бар өзінің. Соған құяды. Сөйтіп жайлап үндемей ішеді ау деген көзі жақсы бұның ше. Сөйтіп 5 литр шайнекпен құйып жүріп дубль қылады. Иә, тырысып бүрісіп отқан құдашаларды ортаға шығарып билетеді. Көңілін табады, үйіне шығарып салып, үйіне апарып көрпешесін төсеп, басына құманын, шлапшынын қойып, бетінен бір сүйіп таң ата 6 жарымда үйге кіріп келеді. Мұнаның жұмыс күшті ғой мұнаның анаусын. Иә. Шырағым, тоқта. Мына халыққа түсіндірем деп отырсың, ертең мысалы алдыңда бір үйлену той келіп қалды, не деп түсіндіресің халыққа? Үйлену, свадьба ма? Үйлену той, свадьба. Осы өмірге лайық, семья құрып жар келеді анның екі жас. Не істеп тұрмын ал?
Қыз ұзату болып қалды, не істейсің? Қыз ұзату. Ақ бота барған жерде сіңіп кетші деген сияқты. Сүндет той болып қалды, не істейсің? Ал, қайт түсіндіресің. Сүндет той. Міне. Дұрыс қой, енді сүндет той басқа не деп көрсетесің? Мынау турап тастады ғой мынау. Дұрыс қой, анда-санда бірақ сөйлейді бұл да. Шырағым, Сағат 11-ге таяу сөйлейді. 11-ге таяу сөйлегенде істеғып, 11-ге таяу сөйлейді. Енді 11-де тіл шығады да бұның ше 11-ге таяу. Жоқ, тамада болған екен бір сүбелі сөздер айтса дейсің ғой, не айтады мынау? Міне сүбегелі, мәнді мағынасы сөзі бар өзінің. Қане, Айтшы, қандай сөзің бар? 2 жас бақыт болсын, сол сынап қойық. О, міне, жастар бақытты болсын, сол шынап мынау сүбелі сөзге айналды, 2 жас бақытты болсын, ақ қояқ деген, мен де айтам ғой оны. Өмірде аңғай сондай нәрсе айтпасын, басқа кім тыңдайды? Сондай әңгіме айтасың ғой. Мына керек жоқ айналайын, мына масқарап тұрсыңдар ма, мен давлением көтерейін деп тұрсыңдар ма? Қанеке, не той 60 жас па? Иә, олай болса Қанеке, мерейлі 60 жасыңыз құтты болсын. Есеп тұр мыналар. 60 жас қой, 60 жас. Ой, шырағым, сендер бар ғой. Тамада болмай қойыңдаршы, асаба болмай қойың. Тойхананың сыртында екеуіңіз баннер болып тұра беріңдерші. Жұрттар келіп суретке түсіп кете береді. Болды. Рахмет. Болмай ма? Болды, болады, келістік. Баннер болып тұра бересіңдер. Барыңдар. Бәрекелді. Той десе топсанда қыз келіншек дегенде біз көңілшек. Өмірдің еш қызығы болмаса. Болды. Ағамыз сүндетте. Ойбай. Сендер мені масқарап тұрсыңдар ма? Шырағым айналайды болмайды ғой. Давлением көтерейін деп тұрсың ба? Яттау болып тұрын кішкене. Не масқара мынау айналайын? Яттау болып тұрын. Мен бір ерекше бір той жасайын ба деп бір ерекше бір деме бар ма өзі? Бар. Құдай-ай, тойға жетпей өліп кетпекші, шырағым, жай айта берші. Уайымдамаңыз. Қараңыз, Қалеке, сіздің тойыңызды той, шоуыңызды шоу, гоуыңызды гоу ететін біздің орталықта фокусниктер бар. Фокусник? Фокусник емес, фокусниктер. Неғып, содан бастамайсың, бір ерекше бір деме күтіп тұрмын ғой бағаналы бір. Солай істейінші мен, е? Қалеке, сіз мына шетке шығыңыз, қазір олар өз өнерін көрсететін болады ортада. Олай болса мен көп созбайын, ортаға біздің фокусниктерді шақырайын, қабыл алыңыздар. Ақалай, сықылай. Сықылай деген не біледі ау? Сиқыр. Қалай? Дайын болыңыздар, сіздер ешқашанда көрмеген магия. Балаларын бокс көрсете ма? Дайын болыңыздар, бұндай сиқырды еш қайдан да көрген жоқсыздар. Жоқ, қыз берді ма? Жоқ, айран жоқ. Мұнаны қарашы, бір ерекшелікті қарашы, ойпырмай. Ой, қоя сал болды шығады. Не масқара көрсет? Қалеке, үмітімізді үзбейміз. Келесі фокус, дайын болыңыздар. Міне енді нағыз сиқыр, көз алмай қараймыз. Ішінде. Папа жоқ. Жоқ, қыз берді ма? Қоя сал шырағым. Керек жоқ, бол. Бірінің артыңды бірің ашып тұрады екенсің сол тойханада, ол керек. Тағы да бар екен. Қоя сал. Тағы да. Қалеке қараңыз. Көз алмай қараңыз. Деп таң қалып қояды. Ешектей болып бұлай қарап жүгіріп кетті ғой, бәріміз көрдік қой. Мұна мен масқарап тұрсыңдар ма, шырағым айналайын. Мұна 5-ші класстың баласы сенбейтін фокусыңды көрсет, не деп басып таң шырағым фокус көрсетсең сол болсын. Жоқ болып кетші мына жерде, жоқ. Бол, бара ғой.
болмайды мынау. Мен масқарап тұрсыңдар ма сендер? Жоқ, Қалеке, енді қазіргі заманда былай қарағанда нан табу оңай ма? Жас балалар. Нан таппай қоңдыршы болды шырағым. Жоқ, сіздің тойыңызға дейін үйренеді ғой. Немене білем, мен тойым сендерге репетиция қылып берді. Шырағым, керек жоқ. Мен ауылда баянмен құдалық жүргізіп жүрген балалар бар еді, соларға табыстайын. Шырағым, рахмет. Опай, тоқтаңыз. Ештеңе алмайын деп тұрсыз, маням. Шырағым, ерінің сыртына шығып кетті ғана ол. Мен алмайын деп, енді ұнамай тұр ғой енді шырағым. Қалеке, мен айтамын да, біздің орталықтан дымсыз кеткен адам болған жоқ. Біреу болады дейін, құда қаласа біреу болып тұр енді. Жалпы енді мына қазақта жақсы сөз бар, қуыс үйден құр шықпа деген атам қазақ. Шырағым, ұрыспай бере берші, бір нәрсе берейін деп тұрсың ба? Ұрыспай бере саз шырағым. Қалеке, сіз ең болмаса шай ішіп кетсеңізші. Енді мен мейлі бір давлением көтеріп жібердім, бір кесе шайын ішейін кетейін. Осы жерге кірген адам шығармай қояды екенсіңдер ғой сендер шырағым. Дұрыс бол. Мына біздің орталықта керемет шай құятын қыздар бар. Солардың бірінде бірегейін шақырайын. Элечка, чай, пожалуйста, в студию. Енді амат деп өкпелеме шырағым. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Ей, I gave you all the love I had in me. тұршы. Now I find you lied, Сәлемат, and I can't believe it's true. In our arms I see you across the street. Шырағым, мен айтау ыңғайсызданып тұрып, мынауың тойға шыға ма, шықпай ма? Шығады. Арнайы тойға шығу үшін жүр ғой осы қыз. Осыны тойға шақырып бір ән айтатыны жоқ па еді, осыны шақырып бір. Жоқ, бұл қыздың аты Элеонора, Эле. Бұл бұдан да қысқа мини юбкалары бар. Сабыр сақтаңыз. Мынау аяқ. Тойыңызға барып, төрде отырған палчандарыңызға, группаластарыңызға шай құяды. Айлайын-ай. Элеонора. Осыны жалдайын мен. Алдыңыз ғой. Алдым. Элеонораны аласыз. Алып тұрма. Тамаша. От Қалеке, тыңдаңыз, бұл жерде бір келісіп алатын дүние болып тұр. Егер сіз Элеонораны алатын болсаңыз, Алам. жаңағы көрген ақын асабаны, егіз асабаларды, фокусниктерді қосып алу керек боласыз. Жаңағылардың ба? Иә? Тенің somайынлайына ұнамайды ма? Ешқайсы ұнап тұрған жоқ олар шырағым. Ондай болмайды. Мен жеке жібере алмайын, бұл комплектті. Ен шырағым жабысып қалмаған шығар. Бұл жабысып қалған. Енді өзін жібере салшы. Аналарға не алмай қой, өзін жібере салшы. Олар бармаса, бұл қыз да бармайды. Ай, мен енді бармаса, бармайды дейін қайты. Қаз, мақұл. Тойыңыз қай күні, Қалеке? Құдай, ұмытып қалдым ау өзімді. Қобалжымаңыз, 14 сәуір, иә? 14. Бәрекелді, тамаша, жазып қойдым. Мына міндетті түрде барсын Болды, барады. Эля, проводи. Элечка, молодец. Ой, красавица, шығарып сала ғой, ой, молодец. Элечка, молодец. Қалампыр, бұтыңды қосып жүрші. Ойбай, қосамайым. Зорға тұрдым, зорға. Қашан пенсияға шығарасың мені? Шығара алмайым ғой, қамош. Сен пенсияға шығып кетсең, жас қыздар түк істей алмай отыр, мен клиентсіз қалдым ғой, тіпті. Ау. Қызың ертең күні той алып қолып масқара болып жүрмейміз ба? Ой, мүмкін. Ана есік алдында Каспий Голдта QR тұр, соған саласыңыз? Бірдеме беріп. Болды, сосын ана фокусниктердің астында скотч жабыстырып бір бәле қылсақ болады екен. Болды. Жаңа ойландым жолда кетіп бара жатып. Болады, апарамыз. Сосын шай өзіміз отырып бір тойда ақылдассақ қалай болады екен? Ура! Ура дейді. Барамыз. Сосын вупи-паймен шай ішеміз. Болды. Сосын мужской каприз жейміз. Любой каприз. Жүріңіз, кеттік, алға түсіңіз. Тамаша отырыс болсын.
алдына түсіңіз. Ой. See you across the street.